саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар? Біз қазір сіздермен зағип адамдарға қызмет көрсету, немесе зағип адамдармен қарым-қатынасқа кіру, немесе зағип адамдармен тіл табысу деген сабақ өтеміз. Мен айтқан тақырыбым үш түрлі қылып айтып кеттім сізге тақырыпты. Өздеріңізге айналып келгенде мағынасы бәрі бір. Бірінші сабағымызды кеңес ретінде жүргіземіз. Біріншіден айтайын, зағип деп әрине көбінше көз көрмейтін адамдарды айтады. Сондықтан біздер сөзімізді зағип деп айтатын болайық. Көз көрмейтін адам деп айтқанда зағип деп айтқан қысқаша болатын сияқты. Сіздерге де осы түсінікті болады деп ойлаймын. Біріншіден, қай жағдайда болса да жанұясында зағип адам болған әрине ол өте жанұяға өте оңай емес. Біріншіден, үлкен адам болсын, кішкентай бала болсын, әр жағдайда өзінің бір қиындықтары бар. Мысалдан, кішкентай бала туылады деп айтайық жанұяда. Сондай кездерде ата-аналар не істеу керек? Ата-аналар баланы дұрыстап тәрбиелеп, дұрыстап қолға алу керек біріншіден. Мен сіздерге айтайын, көп жағдайда, мысалдан кішкентай бала туылса, ол баланың көз көрмейді. Денсаулығынан бәрі жақсы. Ешқандай кемшілігі жоқ, тек қана көз көрмейді. Бұл жағдайда көп ата-аналардың жасайтын қателік болғанда, бұл ата-ана болған соң кететін қателік деп айтуға болады. Балалар, қай бала болса да туылған кезде балалар бәрі бірдей болып туылады. Сана сезімі, ақыл есі, зағип болсын және көз көретін бала болсын, бәрібір болады. Бірақтан ата-ананың жіберетін қателігі, ол зағип баласын қазақша айтқанда еркелетіп, мәпелей бастайды. Ол неден болады? Қасықпен тамақ береді, аузына киіммен өздері киіндіреді, өздері бет қолын жуады, басқа балаларынан қарағанда артығырақ еркелетеді, артығырақ көреді. Бұның бәрі үлкен қате. Біріншіден, жаңа айттым мен, туылған бала ол сіздің денсау балаларыңыздан, басқа көз көретін балаларыңыздан, оның ешқандай кемшілігі жоқ. Ғалымдар айта кеткен, көз көрмеушілік ол баланың, үлкен адамның сана сезіміне, ақыл есіне әсер етпейді. Тек қана кішкентай баланың сіздердің тәрбиелегеніңізге қалай тәрбиелейсіздер, солай болып кетеді. Енді сіздер біріншіден не істеулеріңіз керек? Сіздер біріншіден әрине кішкентай бала болған соң сіздер өздеріңізді қолға алып, кішкене ойланып, ақылға салып, медициналық мамандарға барып, сол кісілермен қандай диагноз екен, неден болған көзді осының бәрін анықтап, әрине ем қабылдау керек. Бұл бір. Екіншіден, балаға бәрін өздеріңіз үйретулеріңіз керек. Мысалы, сіз сау балаларыңызбен қалай жұмыс істейсіздер? Сіз ол балаларыңыз өздеріңіз тамақ бермейсіздер қолдан. Ол баланы сіз өзіңіз киіндірмейсіздер. Мен айтып жатқаным, жүретін баланы айтып отырмын. Ол баланы сіз бет қолын жумайсыздар, олар өздері жуады. Сондықтан сіздер жаңа зағип балаларыңызды өз тамақ ішу, қасық ұстатып қолына, өзінің киімін өзіне беріп, киіндіріп үйретулеріңіз керек. Мүмкін берген тамақты төгер, мүмкін шайын төгер, бірақтан сол бала оны өз істеу керек. Киімді бала өз кию керек, әрине теріс киері мүмкін жаңағы үстіне киетін киімнің жеңін шатастырып, мүмкін балақ қылып аяғына киіп алуы мүмкін, бірақ бұның бәрін тек қана өз істеу керек. Сіздер бұған шыдамдықпен қарауларыңыз керек. Енді тағайдан бет қолын өз жүру керек, жуу керек. Мысалы, дәретханаларыңыз далада болса,
бала сол дәретханаға өзі барып келу білу керек. Толықтай бала өзін өзі киіндіріп, өзін өзіне жағдай келтіретін болу керек. Сол кезде ғана сіздің балаларыңыз, зағип балаларыңыз қасындағы өзінің өсіп жатқан қарындастарымен немесе ағаларынан кем болмайды. Еш уақытта балаға өздеріңіз бәрін істеп беріп үйретпеулеріңіз керек. Сосын сіздерге айтатын, басқа балаларыңыздан қарағанда да зағип балаларыңызға теңдей қарауларыңыз керек. Өйткені басқа балаларыңызға жаңағы зағип балаларыңызға жүрегінен реніш бола бастайды. Өйткені олар бәрі кішкентай болған соң, неге бізді қаттырақ бізді онша жақсы көрмейді, ініміз немесе ағамыз неғып қаттырақ жақсы көреді деген ой балада болады. Сондықтан балалар кішкентайынан қызғаныш пайда бола бастайды. Сосын ол балалар жаңағы зағип бауырын итеріп тастауы да мүмкін, қарамай кетуі де мүмкін. Сондықтан теңдей қарауларыңыз керек. Енді айтатын тағы сіз оның басқа балаларыңызды жаңағы зағип балаларыңызға деген мейірімділігін көбейтулеріңіз керек. Сіздер оған түсіндірулеріңіз керек. Мына інің немесе ағаң немесе қарындасың бұл әлі кішкентай, бұның көзі көрмейді. Сондықтан өскен кезде өз істейтін болады. Сондықтан сендер көмектесіңдер, сендер қараңдар. Бұның қазір кішкентай денсаулығы болыңқырамай тұр. Кейін өсін кірген кезде сендермен өз ойнайтын болады, бәрі өз істейтін болады деп балаларыңызға түсіндірулеріңіз керек. Әрине енді жағдайларыңызға қарай, баланың жасына қарай, осылай сіздер түсінік жүргізуіңіз керек балаларыңыздың арасында. Еш уақытта тағы айтайын, еркелетіп бәріңіз өзіңіз істеп берген бұл деген үлкен қателік. Біріншіден ол бала өскен кезде өзі істей алмайтын болады. Екіншіден бала қорқақ болады. Үшіншіден бала жалқау болады. Көптеген бұның кемшіліктері болады. Сондықтан бұл ата-аналардың ең бірінші қателігі. Өйткені бұл қателік ата-ана болғандығынан қателік кетеді бұл. Жаңа мен айттым. Өйткені әрине қай ата-ана болса балаларын қатты жақсы көреді. Ана баласын денсаулығы нашар болып тұрған соң, ата-анасының назары балаға аударыла бастайды. Сондықтан сіздер балаларыңызға, зағип балаларыңызға дұрыс қарап, дұрыс оқытып, дұрыс тәртіп берулеріңіз керек. Әрине бала осы балабақшаға баратын жасына жетіңкіреген кезде баланы ертіп жүріп, балаға көрсетіп, ұстап көретін нәрсені ұстатып көрсетіп, мысалдан ауыл жер болса, мысалдан мынау күшік, мынау мысық деген сияқты қолынан ұстап бала көру керек. Өйткені ол бала ұстап көрген соң, тек қана сол кезде ғана оның миында бүкіл табиғатты, қоршаған орталықты түсіну сезім пайда болады. Енді деген айтатыным, көп жағдайда ата-аналар көз көрмейтін баласының тыныш болсын сол деп, бәрін айтқанын істеп, бүкіл сұраған нәрсесін бере бастайды. Сатып алып береді, немесе алып кеп береді. Бұл да дұрыс емес. Балаға түсіндіру керек. Бұл жағдайда мен алып бере алмаймын, келесі жағдайда алып беремін деп. Сондықтан ол бала жылаған кезде сіздер тек қана ол балаға үйретулеріңіз керек. Түсіндіріп, сұраған көптеген сұрақ қояды, сұрақтарына дұрыс жауап беруіңіз керек. Өйткені бала көз көрмеген соң, әрине ол баланың сұрағы көбірек болады. Осы сұраққа сіздер ашуланбай, былай айтқанда, қапақтап айтқанда сілкінбей түсіндірулеріңіз керек. Сол кезде ғана балаларыңыз үлкен жетістіктерге жетеді. Мен сіздерге айтайын, менің беріп жатқан кеңесім сіздерге деген бұл әрине тек қана көз көрмейтін балаға қатысты. Кейбір жағдайда болады, біздің немізде тәжірибемізде көп жағдай бізде кездестіреміз. Кейбір балалар болады, көздері көрмейді, және құлақтары кішкене естіңкіремейді. Немесе көздері көрмейді, бірақ ДЦП ауруы бар. Немесе көздері көрмейді, кішкене ақыл-есі кемдеу балалар, ондайлар балалар да бар. Сондықтан менің айтып отқан кеңесім тек қана көз көрмейтін балаларға ғана қатысты. Ал сіздердің балаларыңыздың тағы бір жері басқа жағынан тағы денсаулығы болмаса, мысалы мен айтқандағыдай
көздері көрмейді, тағы мысалы ДЦП деген сондай диагноздары болса, немесе жаңағы кішкене ақыл есіне жетіңкіремеген болса, ол кезде әрине басқа мамандарды табу керек, уже басқа мамандармен жұмыс істеу керек. Мен сіздерге осыны айта кетейін. Енді сіздерге айтатыным, біз сабағымызды көп ұзақ қылмаймыз, сабағымыз ғана қысқаша ғана жүргізіп отырамыз, сіздерге түсінікті және сіздерге ыңғайлы болсын деп. Өйткені мен қазір көбірек сабақ жүргізетін болсам, сіздерге және түсіну, жаңағы сіздердің жаңағы өздеріңіз балаларыңызға деген үйрету мүмкіншіліктеріңіз төмендейді. Сондықтан біз қысқаша ғана жүргіземіз. Бұл енді біздің кеңесіміз. Бұл кішкентай балаларға қатысты, жаңа кішкентай мысалы 2 жастағы, 3 жастағы, 4 жастағы, 5 жастағы балалар бар деген осындай кісілерге ғана арналған. Енді әрине өздеріңіз білесіздер, жаңағы кішкентай балалар да, мысалы көз көретін балалар да, олар да шамамен 1 жасқа жақындайды, 1 жасқа асқан кезде өзі тамақ жей бастайды, жайлап. Сондықтан осындай дәрежеде сіздердің зағип балаларыңызда болу керек. Сондықтан мен сіздерге айтайын, бүгіндікке кішкентай балалар, зағип балалар бар, кішкентай балалар бар адамдарға қатысты кеңесіміз осымен тоқтатамыз. Ал келесі біздің сабағымыз бұл көбінше уже былай айтқанда үлкен кісілерге, немесе уже жас өспірімдерге, қыз келіншектерге және ер адамдарға қатысты болады. Осындай сабақ жүргеніміз келесі жолы. Сондықтан осымен сау саламат болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болайық.